Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, кезекті нұсқа талдауымызды бастаймыз. Ендеше біздің ең алғашқы сұрағымыз. Сиырдың қатпардың бетіне ұқсайтын көптеген қатпарлардан тұратын асқазан бөлімі. Жалпы сиырдың асқазан бөлімі ол бізде 4 бөлімнен тұрады, иә. Мына жерде біз ретімен жазатын болсақ, мес қарын немесе үлкен қарын дейміз. Ол бірінші қарны. Екінші бізде мес қарынға кішкене қызметі ұқсас, ол бізде жұмыршақ қарын, бұл екінші қарын. Үшінші арнайы қатпарлардан, қуыстардан, кітаптың беттері сияқты қабаттардан тұратын қатпаршақ қарын, осы үшінші қарын, және бұл біздің дұрыс жауабымыз. Және төртінші ол ұлтабар, немесе ұлтабарды біз нағыз қарын деп те айта береміз. Яғни ол жерде қарынға тән сөлдер бөлінетін болғандықтан біз оларды нағыз қарын деп қарастыра береміз. Келесі, екінші сұрақ. Суретте берілген алақан және саусақ терісінің бетіндегі болатын, мына суреттегідей саусақ іздері орналасқан тері қабаты. Енді біз білеміз ғой, жалпы теріде 3 қабат бар екеніне. Ең сыртқы қабаты эпидерма, сосын дерма қабаты, және де ең астында терасты май қабаты немесе терасты май жасуынығы деп айтамыз. Енді жалпы оқушыларға да үнемі айтқанда түсіндіреміз, терінің маңызды қызмет атқаратын бөліктерінің барлығы, көпшілігі бізде ортаңғы қабатта, нағыз тері, яғни дерма қабатында орналасқан. Соның ішіндегі бізде мынау саусақ іздері де. Оқушыларға да сабақ барысында түсіндіргенде айтамыз ғой, жалпы бір қарағанда алақанымызда саусақ іздері бізде сыртында көрініп тұрады, анық. Сосын оқушылар ойлап қалады, бұл сыртында тұр ғой, значит бұл сыртқы қабат деп. Бірақ оқушыларға былай да мысал келтіруге болады. Кейде бізде алақанымыз жарақаттанған кезде бір тері қабаты түсіп жатады ғой. Ол тері қабаты түсіп жатса да бізде саусақ іздері өзгермейді, сызығы өзгеріп кетпейді. Ол тура сол сызық көрініп тұрады бізде. Неге? Өйткені олар сыртқы эпидермис емес, дерма қабатына тиесілі қабат ретінде қарастырылады. Яғни қан тамыр, лимфа, рецепторлар, анау рецептордың барлығы бар ғой, бос жүйке ұштары, Мейснер, Меркель, Руфини денешігі, Пачени деген сияқты рецептордың барлығы осы дерма қабатында. Май безі, тер безі, денеге шығатын түктердің тамыры, түбірі дейміз ғой, шаштардың түбірі, барлығы осы дерма қабатында орналасқан. Яғни түрлі қан айналу процесінде болсын, температуралық реттелу процесінде болсын, негізгі рөлді атқаратын осы дерма қабаты. Жақсы, келесі. Транспирацияға жұмсалатын судың мөлшері байланысты. Неге байланысты? Транспирация ол өсімдіктердің суды буға айналдыру процесі, яғни су буландыру процесі. Нәтижесінде олар табиғаттағы су айналым процесін белгілі бір мөлшерде ретке келтіруге қатысады. Және өзінің ағзасында қажетті мөлшердегі суды сақтап қалады да, артық мөлшердегі суды буландырып, ағзадан сыртқа қарай шығарып жібере алады деген сөз ғой. Енді транспирацияға жұмсалатын судың мөлшері бізде байланысты. Мына жердегі варианттарды қарасаңыздар, өте шатасатын сияқты варианттар берілген. Бұндай сұрақтар келіп жүр ұстаздардың білімін бағалау тесттерінде. Бұл жерде бізде дұрыс жауап В деген вариант болады. Ол транспирация тікелей өсімдіктің түріне байланысты және сол өсімдік өсіп тұрған топырақ ылғалдылығына байланысты. Көп ұстаздар немесе оқушылар ойланып қалады, топырақтың құнарлығына байланысты деп. Осы вариантты бір айтып өтейінші. Жалпы топырақтың құнарлығы мен топырақтың ылғалдылығы негізі екі бөлек термин ғой. Ылғалдылық ол тікелей суға байланысты айтылатын ұғым, ал құнарлық деген сөз, сулы жердің барлығы құнарлы бола бермейді. Құнарлы болу үшін ол жерде қарашіріктің белгілі бір мөлшері болу керек, немесе гумус дейміз ғой, органикалық заттар, түрлі бейорганикалық заттарға бай топырақ болса, соны біз құнарлы топырақ дейміз. Немесе топырақтың құнарлығын арттыру үшін кейде көң сеуіп жатады, күл сеуіп жатады микроэлементтермен бірге деген сияқты. Яғни бұл жерде көбінесе ылғалдылықтың мәні өте зор. Өсімдіктің түріне байланысты деген қалай? Мысалға, кәдімгі ірі жапырақты өсімдіктермен біз алоэні елестетейік, кактусты елестетейік, олардың екеуінің суды буландыру деңгейі әртүрлі, өйткені олардың өсетін ортасына байланысты. Өсімдіктер бейімделеді ғой сол жерге. Осылар да тікелей байланысты екен. Келесі сұрақ, 4-ші миға байланысты. Суреттегі ми көпірі көрсетілген сан. Бізде ми көпірі мында 4-ші санмен беріліп тұр. Яғни ми көпірі, оған көпір деген ат бостан-босқа беріліп тұрған жоқ. Ол 5-ші номердегі сопақша мимен, байқасаңыздар, сопақша ми сопақ келген, ары қарай жұлынға байланысып кетеді. Мына ортадағы 3 деген номермен берілген, ол бізде ортаңғы ми.
Осы ортаңғы ми мен сопақша миды байланыстырып тұрушы көпір қызметін атқарғандықтан ғой біз ми көпірі деп атаймыз мынау 4-ші номердегі санды. 2-мен берілген ол бізде А аралық ми, солғын дене, төмпешік асты аймақ деген сияқты аймақтардан тұрады. 6-шы берілген ол мишық, және 1-ші бұл алдыңғы ми немесе үлкен ми сыңарлары деп атаймыз. Келесі, ішек микрофлорасы синтездейтін витамин немесе дәрумен деп береді. Жалпы дәрумендерді 2 топқа бөлеміз, оны білеміз. Яғни суда еритін және майда еритін. Ерекшелігі суда еритін и майда еритін дәрумендердің де ішінде бар. Біздің ішегімізде микрофлораның көмегімен синтезделе алатын дәрумендердің түрі бар. Егер біз мына жердегі берілген варианттар бойынша қарайтын болсақ, көбінесе суда еритін дәрумендер басым, В тобындағылар. Бұл жерде дұрыс жауап бізде Д варианты болады. Пиридоксин. Пиридоксин ол бізде В6 деген дәрумен. Осы В6 дәрумен ерекшелігі ішек микрофлорасы тоқ ішектегі түзіп бере алады, синтездей алады. Сонымен қатар үтірмен жазып қояйық, В12 дәруменінде осылай ішекте синтезделе алады. Және майда еритін дәрумендердің ішінде де кейбір дәрумендер бар, мысалы К деген сияқты сирек, яғни аз пайызда, бірақ ішек микрофлорасы синтездей алады оларды. Жақсы. Енді мына жердегі варианттарды талдайық. Ретинол. Ретинол бізде ол дәрумен А, бұл жетіспеген кезде ақшам соқыр ауру пайда болады, білеміз. Жалпы ретинолдың ерекшелігі ол тұтас ағзаның өсуіне, дамуына қажет дәрумен ретінде қарастырамыз. И көздің жақсы көруіне тікелей әсер етеді. Кальциферол бұл Д дәрумені, тоже майда еритін дәрумен. Бұл ішек бүрлері арқылы қанға тамақтың құрамындағы кальцийдің, фосфордың дұрыс сіңірілуіне қатысатын дәрумендердің бірі. Сүйек-сүйекке, біздің қанқамызға, тіске мықтылық қасиет береді. Әрине бұл жетіспеген кезде де ағзада көп қанқа тірек қимыл жүйесінде ерекшеліктер, белгілер пайда болады. Ниацин немесе ниацимин деген дәрумен. Бұл дәруменді басқаша біз ПП дәрумен деп айтамыз. Бұл дәрумен жетіспегенде терідегі көпіршікті дақтар күйінде пайда болатын ауру пелагра пайда болады деп айтамыз, үнемі. Жалпы осы дәрумендерде негізі жиі кездеседі тест тапсырмасында. Жалпы мектеп бағдарламасындағы қандай оқу мақсаттарына негізделген деген сияқты ақпараттар болады ғой ұстаздардың тестінде де. Сол жердегі тақырыптың барлығы міндетті түрде қамтылады, барлығынан сұрақтар құрастырылады. Келесі, 6-шы сұрақ. Жасыл эвгленаның бөліп шығару мүшесі. Жасыл эвглена ол бізде қарапайым, яғни бір жасушалы ағзалар. Олардың барлығына тән бөліп шығару мүшесі ол жиырылғыш вакуоль. Жалпы қарапайымдылар мен ішек қуыстылардың бөліп шығару мүшесі, жалпы вакуоль деп жаттап алсақ, жиырылғыш вакуоль. Ол сіздерді тестте осылай жеке-жеке вариантпен де келуі мүмкін. Мысалы, жасыл эвгленаның бөліп шығару жүйесі, кірпікшелі кебішенің бөліп шығару мүшесі деген сияқты, гидраның бөліп шығару мүшесі деген сияқты. Барлығын жауабы осы жиырылғыш вакуоль болады. Метанефридиялар бұл болтық құрттар, яғни жауын құрттардың бөліп шығару мүшесі. Мальпигиде түкшелері, өрмекшілер и бунақ денелердің бөліп шығару мүшесі. Жұлдыз тәрізді жасушалар немесе жұлдыз тәрізді денешік бұл жалпақ құрттардың бөліп шығару мүшесіне жатады. Келесі 7-ші. Су және жуылмаған көкөніс пен жеміс жидек арқылы жұғатын бактериялық ауру. Жалпы осындай дұрыс жуылмаған, тазартылмаған көкөністер и лас су арқылы жұғатын ауру ол бізде тырысқақ. Жалпы 2 аурудың түрі бар. 8-ші сыныптың биологиясы бойынша осы сипаттамамен келетін. Ол тырысқақ и дифтерия. Осы екеуі осындай бегімен келеді. Туберкулез ол бактериялық, тыныс алу жолы арқылы жұғады. Герпес көпшілік адам ағзасында болады. Бұл вирустық инфекция, ол сырттан да жұғалады. И бруцеллез бұл да бактериялық ауру. Көбінесе ірі қара жануарлардан дұрыс піспеген ауыратын малдың етін дұрыс қуырмай пісірмей жегенде, сүттері дұрыс пісірілмеген кезде жұғатын ауру ретінде қарастырамыз. Келесі 8-ші сұрақ. Сиырдың қатпаршақ қарынның қызметі. Енді осы қарындарды жеке-жеке қарастырайық. Көпшілік шатастырып жіберетін сөздер жиі кездеседі. Әр қарынның қызметі бірінен кейін рет-ретмен орналасады да қатты ұқсай бермейді бір-біріне. Мысалға, қатпаршақ қарынның қызметі, ол қатпаршақ қарында кәдімгі кітаптың беті сияқты мынандай қатпарлар бар. И ол қатпарлардың ішінде мынандай өзектер болады, ауыздары бар.
Олар не істейді? Қорытылған тамақтың сұйықтығын қанға сіңіріп алу үшін қажет безді өзектер ғой. Енді қатпаршақ қарының ерекшелігі. Ол жерде қорек қатпаршақ қарының ішіндегі бактериялар мен қарапайымдылардың көмегімен бір жола толық қорытылады. Осы жауап бізде қатпаршақ қарының қызметіне жатады. Енді келесі варианттарды талдап өтейікші. Мысалға, күйіс қайыруға қатысады дейді. Сиыр қай уақытта күйіс қайырады? Оның үлкен қарны, мес қарны толған кезде сиыр бір орынға барып тұрып немесе жатып, сол мес қарындағы шөп қайтып оның аузына келеді да, олар шайнап оларды қайтып жұтады, яғни күйіс қайыруға қатысатын ол бізде мес қарын, үлкен қарын, бірінші қарын. Қорек ұсақталып микроағзалар көмегімен ұзағырақ ыдырайтын болса, бұл қызмет кішкене мес қарынның қызметіне ұқсайды. Бұл бізде жұмыршақ қарынның қызметі. Жұмыршақ, жұдырықтай ғана, кішкентай ғана. С жауабын айттық. Бұл қатпаршақ қарынның қызметі бактерия мен қарапайымдылар арқылы тамақ бір жола толық қорытылады. Ал Д, қоректік нәруыздар, ас қорытуға қатысқан мынау микроағзалар бар ғой, бактериялар, қарапайымдылар, солар бірге қорытылады. Бұлар ұлтабарда. Неге? Себебі ұлтабарда нағыз қарынға тән сөл сұйықтық бөлінеді да, соның көмегімен ыдырау процесі жүзеге асады екен. Осыларды осындай ретпен жаттап алсаңыздар, ешқандай шатасу деген процесс болмайды. Келесі 9-шы сұрақ. Тек тіс қаптамасын қаптайды. Яғни тіс қаптамасы дегеніміз не ол? Тіс қаптамасы дегеніміз мынау қызыл еттен шығып тұрған деп күлген кезде барлығымызға көрініп тұрған мынау тісімізді біз тістің қаптамасы дейміз, как коронка деген сияқты ғой. Осы тістер үнемі бізде соққыны да көретін осылар, қаттыны да, жұмсақ заты да, ыстықты да, суықты да бірінші болып сезетін осы сыртқы кіреуке тіс қаптамасы болғандықтан, оның сыртын қаптайды бізде кіреуке. Кіреуке немесе біз эмаль деп атаймыз. Эмаль тісті сыртынан қорғау қызметін атқаратын ағзадағы ең қатты сүйек сияқты қатты ұлпа, қатты дәнеңкер ұлпасының түрі ретінде қарастырамыз. Дентин ол тістің ортаңғы қабатында, хотя өте көп бөлікті алып жатыр, бұл тығыз талшықты дәнеңкер ұлпасынан тұратын ұлпа деп қарастырамыз. Пульпа ол ең жұмсақ тістің ұлпасы, ол ең ішінде қабат, өйткені ол жерде қан тамырлары бар және жүйке жүйесінің жасушалары болғандықтан, ол жер көбінесе бізде қоректік заттарды тасымалдау, немесе заттарды сезу, сезімталдық деген сияқты қызметтер атқарады. Тістің мойны, ол тістің сыртқы бөлігіне сипаттама бергенде, мынау қызыл иекпен жабылып тұрған тістің түбірі мен қаптамасының аралығындағы кішкентай ғана бөлік, соны біз тістің мойны дейміз. Ол да біздің мойнымыз сияқты ғой. Біз водолазка киіп алған кезде мойнымыз жабық тұрады ғой, көрінбей. Тура сол сияқты қызметте тұрады ол. Қызыл иекпен кішкене жабылып тұрады. Келесі, жапырақтағы органикалық заттар өсімдіктердің барлық бөліктеріне тасымалданады. Ненің көмегімен? Органикалық заттар ол фотосинтез процесінің нәтижесінде жапырақта түзіліп, өсімдіктің жер асты мүшелеріне қарай тасымалдану керек қой, яғни жапырақтан сабаққа, одан тамырға өту керек деген сияқты. Оның барлығы бізде, яғни фотосинтез процесі арқылы жүзеге асқан заттардың барлығы жапырақтан төменге қарай флоема жолымен тасымалданады. Яғни Ф деп жаттап алуға болады. Оқушыларға да осылай үйретуге болады. Яғни флоеманың заттары, фотосинтездің заттары флоема арқылы тасымалданады деген сөз ғой. Олар әрине бізде сүзгілі түтікшелер арқылы жүзеге асады. Бұл бізде мысалға ағаш сабағының қабықшасының тін қабаты арқылы жүзеге асатын тасымалдың түріне жатады. Жақсы, ұстаздар, осымен біз сіздермен тағы да шағын 10 нұсқадан тұратын тест тапсырмамызды талдап аяқтадық. Сабақ ұнаса, сұрақтар ұнаса міндетті түрде кері байланыс берейік, комментарийға кері байланыс берсеңіздер болады. Лайк басамыз, өздеріңіз сияқты әріптестеріңізбен бөлісіп бірге дайындалсаңыздар тіпті өте жақсы болады. Жалпы келесі нұсқа талдаулар бізде тағы да болады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.